графика дизайнері үлкен чектегі клиенттерді іздеп қажеті жоқ. Тек жұмыстарында жақсы істеп, жеке бренд дамытсаң, клиент өзі сені тауып алады дейді. Осыған қалай қарайсыз дейді. Үлкен чекке іздеп қажет жоқ дейді. Неге іздеп қажет жоқ? Қажет. Үлкен чек деген жақсы емес пе? Үлкен чек деген сізге үлкен ақша алып келеді. Егерде жасай алатын болсаңыз. Бұны мен ойлаймын, жасай алмайтын кісілердің айтқан сөзі шығар деп. Себебі үлкен чектен біріншіден адам не үшін қорқады? Оны аяғына дейін бітіре аламын, бітіре алмаймын деген сияқты нәрседен қорқады. Одан кейін үлкен чекте үлкен ақша бар. Үлкен ақша жерде үлкен проблема бар. Сол үшін соның бәрін ескерген болу керек. Содан осындай үлкен чектен қашқан болу керек. Сол үшін жақсы опытыңыз болатын болса, неге үлкен чектен қашу? Наоборот, онымен жұмыс жасау керек. Сіз онымен пісесіз, онымен дамисыз, онымен сіз көптеген қателіктерге кездессеңіз де, ары қарай сол қателіктерді ары қарай дамытуға, түзетуге сізге жақсы да, тез дамисыз. Майда үште проектпен жүрсеңіз, жүре бересіз, майда үште проект болып, жеке бренд дамытсаң, клиент өзі сені іздеп келеді. Бұл жерде жеке брендті дамыту деген, жеке бренд деген нәрсе вообще дизайнда бір қатып қалатын нәрсе емес. Обязательно мен жеке брендімді дамытуым керек, сол кезде мен көп ақша аламын деген сияқты. Жоқ, ол олай емес. Жеке бренд сізге көп жағдайда көмектесе бермейді. Жеке бренд деген сізге, мысалы, сіз жарайды, атыңыз жақсы шыққан бір дизайнерсіз. Бірақ елдің аузында жүрген дизайнерсіз. Клиент тұрады да, сізден де жақсы жасайтын біреу бар. Ол арзанға жасайды. И анадан да жақсы жасайтын білетті. Ол айтады, әңгі жоқ. Елдің аузында жүрген дизайнерсің, но он лучше делает деген сияқты өзінің ішінде. Бұл болады. Осындай кезде жеке бренд көмектеспейді. Адамның қалтасы берейін деп жатқан проект, ол деген жеке бренд деген нәрсеге қатты бір әсер ете бермейді. Главное, сіздің жаңағы айтып отырмын ғой, портфолио. Сіздің кейстарыңыз, сіз қандай жұмыс істедіңіз, қандай үлкен проблемалар шештіңіз, андай бар ғой, баяғыда рекеттер, разборкалар шешетін болған ғой. Үлкен разборкаларды мысалы шешеді. Ол үлкен разборкаларды шешу, оған не келеді? Оған авторлық келеді, оған автор өседі. То есть ол задачамен справляется деген нәрсе, ол сондай качество сізге клиентті көп алып келеді. Сіздің атыңыз емес, сіздің качествоңыз негізі алып келеді да. Тура сол сияқты сізге қиын заказдар түсті, которые басқа дизайнерлер істей алмаған. Сіз ол дизайнердің бәрін жақсы істеп, жақсы нәтиже көрсетсеңіз, ол уже сіздің сарафанка ретінде сіздің качествоңыз. То есть сіздің атыңыз сізге жұмыс жасамайды, сіздің сапаңыз жасайды жұмыс. Сол үшін жеке бренд деп қатты қоюдың қажеті жоқ та негізі. Жеке бренд деп қоя берсең,